Сәлем достар, ашытқысыз, дрожжсыз әдемі жұмсақ бауырсақ дайындаймыз. Бауырсақ дайындау үшін бізге шамамен 500 граммдай айран немесе 400 граммдай бір қасық шекер және бір қасық тұз, бір шай қасық сода міндетті түрде, бір жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май қажет. Осы айранымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз және де сұйық май. Сұйық май жұмсақ қылып тұрады. Айранымызға шекер қосамыз және тұз міндетті, ал соданы онымен бірге қоссаңыздар да болады, мен сияқты. Не болмаса қазір қосып жіберсеңіздер болады. Негізі қантты қосу міндетті емес. Мына айранның дәмі шығып кетпеу үшін айран негізі көбінесе қышқыл болады ғой, соның дәмін басу үшін қант қосамыз. Енді азырақ ұнға содамызды жақсылап араластырып аламыз. Соны електен өткізе отырып араластырамыз. Осылай қамыр ашқан сияқты быжып, көбі көк болып тұрады. Айранға соданы қосқаннан кейін енді қалған ұнымызды керегінше осылай әдемі қамыр, жұмсақ қамыр илейміз. Енді бұны күтпейміз, сразу біз қамыр жайып бауырсағымызды пісіреміз. Кәдімгі бауырсақтың қамыры етіп жайып аласыздар. Қалауларыңызша 4 бұрышты қылып кесесіздер ма, домалақ қылып кесесіздер ма, әркім өздеркі. Енді майымыз қызғаннан кейін осыларды салып пісіреміз, кәдімгі бауырсақ сияқты. Ешқандай дрожж қоспадық. Айран және жұмыртқа, сода, бұлар біздің бауырсағымыздың көтерілуіне көмектеседі. Кейбіреулер соданы қоспай, құр айран мен жұмыртқаның көмегімен осылай көтергізіп шығады. Енді біз сода қостық. Жұмсақ әдемі болып шығады қазір. Айран негізі сары түс береді, тез қызарып кетеді айран қосылған нандар. Сізге видео пайдалы болып жатса, каналға тіркеле кетіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей көлем осындай болып, көтеріліп, әдемі болып. Біздің бауырсақтарымыз дайын. Қазір ортасын көрсетемін. Мінекей жұмсақ, әп-әдемі. Мінекей барлығы көтерілген, шикі емес, арасы таза піскен.